Негізі мынау қазақ сөзі ең алғаш рет 1245 жылы Қыпшақ мәмлүктерінің жерінде жазылған Қыпшақ араб сөздігінде кездеседі. Міне, қарап отырсақ, мынау негізгі түп нұсқа осы. Мынау түп нұсқа, біз бұл түп нұсқаны Голландиядан алдыртып, бірінші кезде біз еститін тұғымыз. Осы Қыпшақ араб сөздігінде естиміз және оқып та жүрдік. Қыпшақ араб сөздігінде қазақ сөзінің мағынасы қашақ, қаңғыбас, кезбе деп берілген деп жүрді осы уақытқа шейін. Иә. Бірақ шын мәнінде сол кезде солай берілген. Жоқ, олай берілген жоқ ол кезде. Солай осы сөздікті солай берілді деп оқып жүрдік қой біз. Солай оқып жүрдік. Солай оқып жүрдік. Бұл сөздікті ең алғаш рет 1894 жылы Голландия ғалымы, неміс ғалымы Хоцма деген ғалым зерттеген екен. Зерттеген кезде мына қазақ сөзі бар қарап отырсақ, мына сөздікте. Оның түсіндірмесіне қарасаңыздар, анау бір сөзбенен түсіндірген, сол түсіндірмені қарап отырсақ, анау мен жасылмен бояп қойдым ғой ана жерде. Сол жерде бір дақ тұр. Дақ тұр, нүкте сияқты. Сол дақты Хоцма нүкте деп ойлағандағыны қазақ сөзіне қаңғыбас, кезбе деген түсініктеме берген. Мынаны қазақ деген сөздің мағынасын оқысақ, қазір араб тілінде мысалы, әл-мүжәррат нүктемен оқысақ, ана дақты нүкте деп ойлап, сөйтіп оқитын болсақ, мына сөздің мағынасы, аудармасы әл-мүжәррат болып шығады қазақ сөзінің мағынасы. Ал мүжәррат сөзінің мағынасы араб тілінде ол жаңағыдай қаңғыбас, кезбе, жалаңаш, сондай жағымсыз мағыналар береді. Ал біз зерттеп қарасақ, ана жерде нүкте жоқ ешқандай, ол даг екен. Даг екен. Ал нүктесіз оқитын болсақ? Ал нүктесіз оқитын болсақ, мынау сөз әл-мұхаррат деген. Араб тілінде әл-мұхарраттың мағынасы үлкен үйден бөлініп, еншісін алып шыққан деген мағынаны білдіреді екен. Мысалы, қазақ деген сөздің алдындағы сөзге қарасақ, мысалы, әйлу деген сөз тұр. Мына қызылмен жазылғандар, ол қыпшақ сөздері. Қыпшақ сөздерін арабтарға түсіндірген мына сөздікте. Әйлуның мағынасы үйлі, оны түсіндіріп қойған. Одан кейін бәштақ деген сөздер, ол бойдақ. Мына тематикалық сөздікте қарап отырсақ. Тематикалық сөздік үйлі, бойдақ. Сол үйлі мен бойдақтың арасында бұл жерде қандай сөз тұруы мүмкін? Қашақ сөз тұруы мүмкін ба? Қаңғыбас тұруы мүмкін емес. Ол жерде үйінен бөлініп, еншісін алып шыққан деген мағынаны білдіретін сөз тұр. Сіздер дәлелдедіңіздер? Біз дәлелдедік. Демек, қазақ сөзінде ешқандай жағымсыз мағына жоқ. Ал жаңағы енді бұл сол заманда 1245 жылы мынау сөздік жазылған. Зерттеген ғалым. Зерттеген ғалым 1894 жылы зерттеген. 1894 деп отырсыз ғой. Содан кейінгі зерттеулерде енді жаңа қазақ сөзі әлде теріс мағынада жазылып кеткен болуы мүмкін ғой? Әрине, бұл осы сөздікті отандық ғалым Құршанов зерттеді, үлкен қыпшақтанушы ғалым. Ол ғалымда бұл жерде жаңағы нүктемен берілген. Нүктемен Хоцманың қателігі ол жерде қайталанған. Неге? Өйткені Құршановтың қолында түп нұсқа болған жоқ. Түп нұсқамен жұмыс жасамағандықтан ол жаңағыдай жағымсыз мағынада Хоцма қандай мағына берсе, Құршанов ағамызда тура сондай мағынамен берген. Ол енді қолда түп нұсқаның болмауы салдарынан ол. Ал сіздер мына түп нұсқаны қалай қолға түсірдіңіздер? Біз бұл түп нұсқаны қолға түсіргеніміз, жаңа мен айттым ғой бірінші кезде. Қазақ сөзіне қалайша бұл жағымсыз мағына беруі мүмкін? Қазақ сөзінің мағынасы қалай ол? Жаңағы қашақ, қаңғыбас деп болуы мүмкін деп өзім ойланып жүрдім. Сөйтіп ойланып жүрдім. Осы енді түп нұсқасы Голландияда бар екенін білеміз ғой енді жаңағы деректер неден. Ғылыми жұмыстарда жазылған ғой қайда тұрғаны. Сөйтіп арнайы сол Голландияға бара жатқан адамдар арқылы бұл сөздіктің түп нұсқасын алдырдық. Түсіртіп алдырдық. Сосын жаңағы қазақтың мағынасы бөлініп еншісін алу дедік қой. Бұл әлеуметтік мағынадағы. Әлі қазақ деген ұлттың аты ол кезде пайда болған жоқ. Қазақ ол кезде жаңағыдай әлеуметтік мағынада қолданылған. Енді қазақ қалай ұлттың атын айналды дейтін болсақ, 1465 жылдары Жәнібек пенен Керей Әбілқайырдан бөлінетін кезде осы қазақ сөзін қолданған. Біз қазақпыз, қазақ боламыз, яғни бөлінеміз, бөлек ел боламыз деп үдере көшкен. Мағынасы бөлініп ел боламыз деген, Әбілқайырдан бөлініп ел боламыз. Сөйтіп
бұл жаңағы ұлттың атына айналған болуы мүмкін сол кезде. Ол кезде қазақ сөзінің мағынасы түсінікті болды ғой. Кейіннен көмескіленіп ұмытылды. Түсінікті.